Бір күні әкем екеуміз базар аралап жүргенде жездем хабарласты. Қарындасыңызбен бірге тұра алмаймын, келіңіз деді. Мен барлығын естіп тұрмын. Әкем тыңдап тұр. Жездем әпкемді жамандай бастады. Әкем болса, тоқта, мен қазір барамын, сонда айтарсың деп телефонын сөндіре салды. Маған үйге қайта бересің бе деген еді. Мен сізбен бірге барамын деп ерегеттім. Жездемнің үйіне келдік. Ұрыс болған үй белгілі ғой. Әкем отырмай жатып, қарындасы жылап шағымдана бастап еді. Сен қоя тұр, күйеу баланың әңгімесін тыңдайын деп келдім, деді әкем. Жездем болса, әлеке, өзіңіз білесіз ғой, жұмыс жоқ, сол жұмыс істемейсің деп сөйлейді. Осы күні аузына келгенін айтады. Базарға барып, сауда жасап ақша тапқанын міндет етеді. Мен үйде қарап отырғаным жоқ қой. Үйді жинап, тамақ істеп, ыдыстарды жуып отырмын. Әкем қолын көтеріп қалды. Тоқта, сен неге қатын істейтін тірлікті жасауың керек? Еркек деген таңертең кетіп жұмысқа кешке келу керек. Жума ыдыс, жинама үйді. Осыларды асырау сенің еркектік міндетің. Қазір сен екеуіңнің міндеттерің ауысып кетіпті. Соған орай қатыныңның да тілі шыға бастаған. Бұл сен осылай отыра берсең үдей береді. Есіңде болсын, әйелдің тапқан нанын жеген еркектің кірген шыққан сайын маңдайшаға тиеді. Еңсеңді көтеріп, ана ұлыңа үлгі болып кір. Тамағын тауып әкеліп, тамақ дайын емес пе деп сұрау сенің міндетің. Базар әйелдің тілін шығарады. Өйткені әйелің ол жерде күнделікті нәпақасын табу үшін жан-жағындағылар мен еркектермен де бәсекеге түсуіне тура келеді. Әйел ашынады, ал ашынған адам ешкімді де аямайды. Бұның бөтен әйелдерді күйеуім әперді деп көйлек киюге, мақтануға хақысы жоқ па? Арба айдасаң да отбасыңды өзің бағуың керек. Мүгедек болсаң түсінерем. Сап-сау еркектің мұндай әңгіме айтқан жарамас. Ажырасу оңай ма? 3 балаңды мақұл әкетермін, өсірермін. Бірақ маған бөтен болмағанымен, менің балаларымның таяғын жеп, солардың түртпектеуімен жалтақ болып өседі. Кісі есігінде жүрген бала қорғаншақ болады. Жетімнің қарны тоймас деп атам қазақ біліп айтқан. Менің май бергенім, сенің су бергеніңе татымас. Қазір ақырғы сөзіңді айт. Қарындасым сен ұрды деп қанша жылап келсе де орталарыңа түспедім. Өзің шақырғасын келіп тұрмын. Бір туған бауырым. Үнем ажырасам деп келгенде қайтып жіберетін едім. Бірақ осының жылап келгені маған оңай дейсің бе? Әке-шешеден ертерек қалды. Өлер алдында апам осыны маған аманаттаған еді. Үй болып кетсін деп қана үндемей жүрмін. Бұл маған анау өз қызымнан да жақын. Оқып жүргенде әкетіп, оқытпай қойдың. Енді не дейсің? Өзің айт. Әкет десең, тұра алмаймын десең, қазір әкетемін. Бірақ бір әкеткесін қайтып жібермеймін. Бұлай жүре берсең, ертең өз балаларыңа да қадірің қалмайды. Анасы сыйламаған әкені балашаға сыйлайды деп ойлайсың ба? Сен қыз да ойлан, тіліңді қысқарт. Бүгін кетсең, қайтып келмейсің. Қалсаң, қайтып жылап келмейсің. Үйде үнсіздік орнады. Үнсіздікті нағашы деп жүгіріп кірген жиеніміздің даусы бұзды. Маған не әкелдіңіз? Сізбен бірге ауылға кетейінші деп әкемнің алдына отырған тентекті жүр дүкенге барамыз деп ертіп шығып кеттім. Өмірі еркелетіп маңдайымыздан да сүймейтін, еш уақытта ешқайсымызға қолын көтермеген, бірақ сұсының өзінен бәрімізді ығыстырып жіберетін, көп сөйлемейтін әкеме деген мақтаныш сезімі өсе түсті. Анам өмірінде жұмыс істеген адам емес. Бір мұғалімдік айлығымен бәрімізді оқытып, күні-түні малмен де айналысып, барлығымызды орнымызға қойып жатқан әкешім қандай мықты едің. Біз дүкеннен келгенде әкем сыртқа шығып, машинамыздың қасында тұр екен. Жездем мен әпкем тамаққа қарасаңыздаршы дегеніне қарамай, тентек жиенді өзімізбен ала шығып кеттік. Арада көп ұзамай жездем жұмысқа тұрды. Әпкем 1 жылдан кейін тағы бір қыз босанып алды. Содан кейін ұрысып жатырмыз деп шақырған емес.
өмір деген сабақ қой.